Сәлем оқушы, сендермен бірге мен Әсем Нәсірәліқызы. 5 күнде көбейту кестесін жаттатты курсымыздың да соңғы 5-ші сабағына келіп жеттік. Қалай балалар, көбейту кестесін барлығын сендер жаттап үлгердіңдер ме? Иә, бүгін соңғы 2 санды жаттайтын боламыз. Не істейміз бүгін? Әдеттегіше алдыңғы сабақты қайталаймыз. Қайталау білім анасы. Бүгін біз алдыңғы сабақта қай сабақтарды өткен болатынымыз 6 және 7 сандарының көбейту кестесі. Кәне алма бигон барабанды қоссайын, сендер айта қойыңдар. 6 жердегі 7 қанша? 42. Тамаша балалар. Келесі. 6 көбейтілген 2 мәні қаншаға тең? 12-ге тең екен. Тамаша. 6 көбейтілген 8 мәні 48. Тамаша балалар. Міне балалар, әрбір барабандарына айналдырған сайын сендер мәндерін дұрыс тауып отырсыңдар. Бірге тағы бір қайталайық. 6 жердегі 6 36, 6 жердегі 7 42, 6 жердегі 8 қанша? 48, 6 жердегі 9 54. 7 санының көбейту кестесін бір қайталайық. Барабанды айналдырайық. 7 жердегі 5 қанша? 35. Тамаша балалар. 7 жердегі 1 7. Тамаша. 7 жердегі 8 56. 7 жердегі 7 қанша? 49. 7 жердегі 8 56. 7 жердегі 9 54. Тамаша, жарайсыңдар. Үй тапсырмасын өте жақсы орындап, жаттап алған екесіңдер. 6 және 7 сандарының жаттап алғандарында көріп отырмын. Ендеше бүгін жаңа сабақ балалар. 5-ші сабақтың соңғы сабағы 8 және 9 сандарының көбейту кестесі. Балалар, бүгін біз бөлімден жаттайтын боламыз. 8 санын жаттаусын 2 ғана мәнді жаттасақ жеткілікті. Ал 9-да бар болғаны 1 ғана. Ендеше байқайық. 8 жердегі 8 қанша? 64. 8 жердегі 9 72. Міне балалар, 2 мәнді сіздер жаттасаңыздар, 8-дің көбейту кестесін жаттап алған боласыздар. Себебі алдыңғы біз 8 санын осы аралықта жаттап үлгердік. Енді балалар, сандық сәуледе бірге қайталайық. 8 рет аттау арқылы балалар, сандық сәуледе 8-дің көбейту кестесін бірге жаттайық. 1, 2, 3. Бастаймыз ба? Дайынсыңдар ма? Кәне, менімен бірге қайталайық. 1 рет секіргенде 8, 2 рет секіргенде 16, 3 рет секіргенде 24, 4 рет секіргенде 32, 5 рет секіргенде 40, 6 рет секіргенде 48, 7 рет секіргенде 56, 8 рет секіргенде 64, 9 рет секіргенде 72, 10 рет секіргенде 80. Міне балалар, сендер сандық сәуледе 8-дің көбейту кестесін жаттап алдыңдар. Мандала әдісінде үйде барлығын бояймыз балалар. Әрбір санға біз шерткен кезде балалар, олар түрлі түске боялады және де дұрыс мәнін тапсақ. Бұны біз алдыңғы сабақтарда бері қайталап, жасап, үйреніп, бұл сабақ сендерге қызық болды балалар. Түрлі түстерге боялады және дұрыс тапсаң ғана бұл боялады екен. Дұрыс таппасақ не істейді екен балалар? Боялмайды екен. Ары қарай әдеттегіше өзіміздің мнемотехникалық кестемізді толтырайық. Қараңыздар балалар, бар болғаны 2 қана бөлікті толтырсақ болған екен. 8 жердегі 8 қанша? 64. 8 жердегі 9 72. Тамаша балалар, 8-дің де көбейту кестесін жаттап алдыңдар. Енді 9-дің көбейту кестесін жаттайық. Қараңыздар балалар, 9-дің көбейту кестесінде бар болғаны 1 ғана мәнді жаттасақ жеткілікті екен. 9 көбейту 9 мәні қаншаға тең екен? 81-ге тең екен. Тамаша. Ендеше сандық сәуледе бір мәрте қайталап 9-дің көбейту кестесін жаттап алайық.
бір сандық сәуледе 9-дың сандық сәуледе 9 рет аттау арқылы біз не істейміз? 9-дың көбейту кестесін жаттаймыз. 1, 2, 3 бастайық. 1 рет секіргенде 9, 2 рет секіргенде 18, 3 рет секіргенде 27, 4 рет секіргенде 36, 5 рет секіргенде 45, 6 рет секіргенде 54, 7 рет секіргенде 63, 8 рет секіргенде 72, 9 рет секіргенде 81, 10 рет секіргенде 90. Тамаша балалар, жарайсыңдар, сендер 9-дың көбейту кестесін сандық сәуледе жаттап алдыңдар. Енді біз өзіміздің не істейміз? Мнемотехникалық кестеміздің соңғы бөлігін толтырады екен. 9 көбейту 9 қанша? 81. Міне балалар, біз осындай үш бұрыш тәрізді мынау кестемізді соңғы бөлігінде толтырдық. Яғни осымен балалар көбейту кестесін толық жаттап алдық. Яғни біз алдыңғы көк дәптерде барлық бөлігін жаттайтын болсақ, бұл жерде өзінің бір құпиясы бар екен. Әрбір аз ғана бөліктерді жаттайды екенбіз. Ал бір-бірімен қайталанатын, яғни көбейткіштер болатын болса, көбейтін мәндер болатын болса, ол бөліктерді қайта жаттамайды екенбіз. Неге? Себебі ол бөліктерді біз жаттап алған болатынбыз. Енді балалар, жалпы 9 санын көбейту кестесінде өте қызықты мәліметтер бар екен. Экранда көріп тұрғандағыңыздай 9-дың мысал көбейту кестесіндегі мәндерге қарайық. Мысал 18, мысал 27, 36, 45, 54, 63, 72 деп тұр мәндері. Осылардың барлығының қосындысы 9 деген санға тең екен. Мәселен, 9 жердегі 2-міз қанша? 18. 1 мен 8-ді қосатын болсақ, ол 9 деген мәнге тең екен. Ал мына жерде 9 жердегі 3, 2 мен 7-нің қосындысы 9-ға тең екен. 9 жердегі 4-ім 36, 3 пен 6-ның қосындысы 9-ға тең екен. Қызық балалар. Жалпы бұл 9 санына қатысты қызықты мәліметтер. Енді 9 жердегі 5-ім 45 екен. 4 пен 5-дің қосындысы 9-ға тең екен. 9 жердегі 6-ым 54 екен. Олардың қосындысы әдеттегідей 9-ға тең болып тұрады екен. 9 жердегі 7-ім 63, 6 мен 3-дің қосындысы 9-ға тең. 9 жердегі 8-ім 72, 7 мен 2-нің қосындысы қаншаға тең екен балалар? 9-ға тең екен. Байқасаңыздар балалар, қараңдаршы. Мына жерде 9 жердегі 4-ім 36 болса, 9 жердегі 7-ім 63 екен. Ой, просто сандардың орындары ауысып тұрған сияқты байқалады екен. Көріп тұрсыздар ме? Яғни мына жерде 36 болатын болса, 63 екен. Дәл осындай қызықты мәліметтер бар екен. Сонымен қатар балалар, біз 9-дың көбейту кестесін мына саусақтарымыздың көмегімен көбейте алады екенбіз. Жалпы саусақпен көбейтудің пайдасы балалар, жалпы мына қолымыздың жалпы ұсақ моторикасындамыз. Екіншіден ол біздің тез есте сақтап алуымызға мүмкіндік жасайды екен. Өйткені біз ойланамыз, көреміз, бірге қайталаймыз. Ендеше 9-дың көбейту кестесін саусақпен жаттауды үйренейік. Ең алдымен осылай саусақтарыңызды қойыңыздар. Дәл осылай. Және де балалар, қараңыздар. Бұлай қойып алыңыздар. Ең мысал мына бөлікті қараңыздар. Бірінші мына оң жақтағы бөлікті, яғни сіздерде сол жақ болады. Оң жақтағы бөлікті 1 деген сан болсын. 1 деген нумерациядан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді қараңыздар балалар. Қараңыздар. Яғни 9 жердегі 2 десе, яғни біз мына жақтан бастадық, номерледік. 1 деген санды біз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына бөліктен, яғни оң жақ бөліктен біз не істедік? Номерледік. Яғни 9 жердегі 2-мді біз 2 деген санды жаттау үшін не істейміз? Екінші саусағымызды бүгеміз. Содан кейін балалар, қараңыздар.
бүгілгенге дейінгі және де бүгілгенге кейінгі және де бүгілгенге дейінгі саусақтардың мәндерін қараймыз. Қараңыздар, бүгілгенге дейін бір саусақ, бүгілгенге дейін бір саусақ, бүгілгеннен кейінгі саусақтың сандары мәндері қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 екен, 8 екен. Байқадыңыздар ғой, Балалар, қараңыздар, біз 9 санын көбейту кестесін саусақ арқылы да жаттауымызға болады екен. Мысалы, қараңыздар, біз бұларды ең алдымен номерлеп алайық. Ол үшін оң жақ бөліктен номерлейміз. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни осы 10 болды, балалар. Енді сол 9 жердегі 2 деген 9-дың көбейту кестесін жаттау үшін екінші номерлі біз саусағымызды бүгеміз. Яғни біздің бір еді, мынау екінші саусағымыз еді. Екінші бүгем. Бүгілгенге дейінгі және де бүгілгеннен кейінгі саусақтардың мәндерін, яғни санының мәндерін қарастырайық. Бүгілгенге дейін бір саусақ болған екен, бүгілгеннен кейін қанша саусақ? 8 саусақ. 1 және 8 деген сандар бізде қанша болады? 18 деген санды беріп тұр екен. Яғни 9 жердегі екіміздің мәні қанша еді? 18-ге тең екен. Енді 9 жердегі үшінші саусағымызды бүгеміз. Сол кезде бүгілгенге дейін 2, бүгілгеннен кейін 7 саны шықты. Яғни 2 және 7 сандары 27 еді. 9 жердегі үшіміз қанша? 27-ге тең екен. 9 жердегі 4-ім қанша? Бізде бүгілгенге дейін 3 саусақ, бүгілгеннен кейін 6 саусақ, 36 деген сан шыққан екен. Яғни 9 жердегі 4-іміз қанша? 36. Дұрыс па? Жарайсыңдар. 5-ші 9 жердегі 5-ім, яғни 5-ші саусағымызды бүгіп жатыр. Байқап тұрсыздар, Бүгілгенге дейін 4, бүгілгеннен кейін қанша? 5 саусақ бар екен, Сонда 45 деген сан шықты. 9 жердегі 5-ім қанша? 45. Дұрыс па? Дұрыс. Енді 9 жердегі 6-ым. Бүгілгенге дейін 5 саусағымыз бар екен, бүгілгеннен кейін 4 саусақ. 5 және 4 сандары бізде 54 деген санды беріп тұр екен. Яғни, қанша болып тұр, балалар? 54. 9 жердегі 6-ым қанша екен? 54 екен. Жарайсыңдар. Енді 9 жердегі 7. 7-ші саусағымызды бүгеміз, балалар. Бізде бүгілгенге дейін 6 саусақ, бүгілгеннен кейін 3 саусақ бұрсын. 6 және 3 сандар. 63 екен. Одан кейін, балалар, 9 жердегі 8-ім, қараңыздар, бүгілгенге дейін 7 саусақ, бүгілгеннен кейін 2 саусақ екен. Сонда қанша? 72-ні беріп тұр екен. Тамаша. 9 жердегі 9-ым қанша екен, балалар? Бүгілгенге дейін 8 саусақ, бүгілгеннен кейін 1 саусақ. Сонда 81 екен. Міне, балалар, біз саусақ арқылы да 9-дың көбейту кестесін жаттап үйрендік, балалар. Біз осы уақытқа дейін сандық сәулете көбейту кестесін жаттадық, алма бингода, мандала әдісі бойынша мнемотехникалық кестеде біз көбейту кестелерін жаттап үйрендік. Тіпті бүгін 9-дың көбейту кестесіне саусақпен де көбейту кестесін жаттауға болатынын да үйрендік. Сонымен, балалар, бүгінгі өткен сабағымыз 8 және 9 сандары болатын. Бүгінгі сабақ қызық болды ма, балалар? Түсінікті болды ма? Жарайсыңдар, тамаша, балалар. Енді үйге тапсырма. Балалар, 9 және 8 сандарын көбейту кестесін жаттаймыз. Видеоға түсіреміз, Instagram парақшасына, Әсем Нәсірәлі қызына сторисіне белгілейміз, Міне, балалар, біздің бүгін соңғы сабағымызға да жеттік. Сендер барлық сабақтарды толық түсініп, көбейту кестесін жаттап алып жатқандарыңды көріп, біз қуанып отырмыз. Балалар, бүгінгі сабаққа соңына дейін келіп, менімен бірге қайталағандарың үшін сендерге көп рахмет. Жарайсыңдар. Сендер көбейту кестесін бар болғаны 5 күннің ішінде жаттап алудың әдіс тәсілдерін үйрендіңдер, ойнадыңдар, тест тапсырдыңдар. Бұның бәрі сендердің үлкен табандылықтар мен қажырлы еңбектерінің арқасы. Сендерге көп рахмет. Келесі курстарда кездескенше. Сендермен болған мен Әсем Нәсірәлі қызы. Келесі сабақтарда кездескенше.